Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Қонақ келсе де жасай салатын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстінен 50 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырып аласыздар. Оның үстіне ванилинімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Бөлме температурасындағы сливочный майды салып алдым. Және үстіне аздап қана тұз салдым. Барлығын жақсылап араластырасыздар. Енді кезекте үстіне 50 грамм сүтімізді құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Енді кезекте електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне разрық етілімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Тағы да үстіне аздап ұн салып, қолымыздың көмегімен қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей достар, қолымызға жабыспайтын өте жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Кішкене 10 минутқа тұндырып пакетке салып қойыңыздар. Мінекей достар, 10 минут тұнған қамырымызды алып, тура ортасынан 2 бөлікке бөліп аласыздар. Осы 2 бөлікке бөлген қамырларымызды зуала қылып, жақсылап, жұқалап, жайып алатын боламыз. Осы жайылған қамырларымыздың шет-шетін кесе отырып, 4 бұрышты форма жасап алатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай форма жасап алыңыздар. Мінекей, осы 4 бұрышты бөлікке бөліп алған қамырларымызды екі бетін бір-біріне қайыра отырып, шетінен тартып, осындай форма жасап алдым. Жапырақ тәрізді болады. Ортасын шұңғыл етіп, мен қазір ортасына жем құямын. Жем құюға кішкене ыңғайлап алыңыздар. Мінекей достар, барлығын дәл осылай жасап шығасыздар. Мінекей достар, пергамент қағаз төсеп, астына кішкене көтерілді менде. Соның үстінен тағы да басып шығып, үстіне дайындап алған жемімді құйып шықтым. Мінекей достар, дәмі ерекше болып шығады екен жеммен. Достар, 180 градуста қызып тұрған пешке 10 минут, 15 минут шамасында пісіріп алдым. Достар, мінекей менің печеньеларым дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер.